Қазақстандықтар ішімдікке қарсы күрес күнін атап өткені солақ екен, сарапшылар желіге жағымсыз жаңалық жариялады. Энерджипром кезек агенттігінің мәліметі бойынша қазақстандықтар ащы суды көп ішетін болған. Тіпті тұтынушыларды нарықтағы бағаның қымбат болуы да тоқтатпайды екен. Жамбыл облысында да алкогольді ішімдіктерді тұтынушылардың қатары көп көрінеді. Өкінішке орай, ішімдік ішетін жандардың саны аз емес. Биылдың өзінде өңірімізде 5500-ден астам азамат алкогольді тәуелді ретінде тіркеуге алыныпты. Оның 6-7-сі әйел, 3-жардан астамы қала тұрғындары. Сондай-ақ 9 айдың қорытындысына сәйкес ащы суға әуес 7 жасөспірім тіркеліпті. Ұзақ уақыт емделуден кейін қайтадан осы бағыттағы медицина орталығына түсетіндердің де нөпірі қалың екен. Олардың бірі 47 жастағы Ермұрат. Ол жыл сайын наркологиялық диспансерге түседі. Неизлечимая же болезнь. Бұл емделмейтін ауру. Тек өзіңді бақылауда ұстауың керек үнемі. Иә, айлап жылдап ішпеуге болады. Бірақ бір ішіп қойсаң... Дәрігерлердің айтуынша, жылдан жылға алкогольге тәуелділер саны артып келеді. 180 кереуетке арналған диспансердің әрдайым лық толы болуының соның нақты дәлелі. Науқастарды емдеу бірнеше кезеңге бөлінеді. Атап айтқанда дәрі-дәрмекпен емдеу және психотерапевтік түзету. Емдеу курсы 15 күннен 2 айға дейін созылуы мүмкін. Дегенмен тәуелділіктен бір жолда құтылу үшін ұзақ уақыт бойы ем қабылдау қажет. Я могу сказать, что биыл 2016 жылға қарағанда ішімдікке тәуелділер әлде қайда көп болады деп сенімді айта аламын. Біздегі науқастардың өзгелерден айырмашылығы оларда психикалық тәуелділік бар. Яғни олар психологиялық тұрғыда алкогольді сусындарды қалайды. Біз оларға ұзақ уақытқа жалғасатын оңалтудан басқа көмек бере алмаймыз. Айта кету керек, ішімдік бағасының өсуіне қарамастан тұтынушылар азаяр емес. Сатылымдағы тауарлардың ішінде коньякқа деген сұраныс тіптен көп. Негізінен қазақстандықтардың басым көпшілігі отандық өнімдерді, ал жергілікті өндірушілер 2017 жылдың қаңтар-маусым айларында алкогольді өнімдердің нарығын 86%-ға қамтамасыз еткен. Нұрлан Асқарұлы, Аймырза Кәлембаев, 7/7 News.